Құрметті менің тыңдармандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Білімден шыққан сөз. Ұл қыз саған айтам. Үлкенге сәлем бер, жолын кесіп өтпе. Жүріп келе жатқан адам отырған адамға, атты адамға, жаяуға, аз адам көпке сәлем беруге тиіс. Үлкендер мен ғылым адамдар алдында көп сөйлемеуге тырыс. Мешітке, үйге ассалаумалейкум деп кіру керек. Кешке, кеш жарық деп кіру керек. Үлкен кісілерді, ананы, әйелді көлікке қолтықтап демеп мінгізу керек, немесе түсіру керек. Әйел алдында әдепті бол, сыпайы сөйле. Үйге кісі келсе орнынан тұрып жайдары қарсы ал. Киімін іл, төрге шығар. Көшеде, жолда жатқан шыны темір болса алып таста. Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. Адамға күш қолданба. Сәбилерге өтірік айтпа. Алдама, қорқытпа. Оларды жаман әдетке үйретпе. Тамақ жеп отырып сөйлеме. Тамақты өз алдыңнан алып же. Кісі алдындағыға қол созба. Егін ішінде дәрет сындырма. Сұйық тамақты сораптамай іш. Дастархан үстінде әдемі отыр. Әдепті сөйле. Дініңе сеніммен, құрметпен қара. Халықтың тарихын, дәстүрін, салтын, әдет ғұрпын жадыңа тоқы және оны кейінгілерге үйрет. Қанша ұлы адам болсаң да, халық алдында кіші, әдепті бол. Біліміңді көпке, пайдалы жерге жұмса. Жамандағаннан аулақ бол. Жаман адамдардан қашық жүр. Көршілеріңмен жылы сөйлес. Достықта берік бол, адал бол. Біреуді жамандама. Өзіңді жамандаған адаммен дауласып, жауласпа. Қуанышта, қайғыға, ашуда ұстамды бол. Шаруашылықтың басы қасында жүрген адамдарға жолыққанда, бақташыға бағар көбейсін, егіншіге бір дәнің 1000 дән болсын. Түрлі жұмыс істегендерге іске сәт, жаңа қоныстанушыларға қоныс құтты болсын деу керек. Жолаушыларға, жүргіншіге, сапарға шыққандарға сапарың сәтті болсын деу керек. Қайда барасыз деп сұрамау керек. Үй сыртында тұрып немесе теріс қарап тұрып сөйлеуге болмайды. Аты белгілі адамдарға құрмет көрсет. Шалбарды отырып кию керек. Әйелдер, қыздар орындықта отырғанда аяғын айқастырып отыруға болмайды. Алыс сапарға, игілікті іске, емделуге аттанар алдында қариялардың батасын ал. Үйге, мешітке, қасиетті орындарға оң аяқпен кіру керек. Кемтар алдында дене кемістігі туралы әңгімелеме. Моншада да ұятыңды жаба біл. Пейіліңді кеңге сал. Кешірім, мейірімді, сыпайы бол. Өркөкірек адамнан қаш. Өзіңе де кеудеңді көтерме. Байлыққа мақтану ақылдының ісі емес. Өтірік, өсек айтпа және оны айтушылардың тыңдама. Кемтарға, жетімге қамқорлық жаса. Жәрдем бер, садақа бер. Айтта, наурызда, мереке күндерінде құтты болсынды айтуды ұмытпа. Танитын адамдарға қуанышына ортақтасудың немесе қайғысына көңіл айтуды ұмытпа. Тәңірге, аруаққа, халыққа тіл тигізбе. Ата-анаңа әдеппен сөйле, құрметпен қара. Айтқанын сөзсіз орында және оларды әулие тұт. Біреудің киімін жақсы болса да, біреудің киімін киюге әуестенбе.
Өнердің қай түрі болса да үйренуден жалықпа. Туыс туғандарды, нағашы жиендерді тағы басқа ілік құда жекжаттармен жиі қатынасып, араласып, құраласып жүр. Оларды өзіңе жақын тұт. Туған жеріңді ұмытпа. Ол жерге жиі барып тұр. Бір уыс топырағын үйінде қастерлеп сақта. Ата-баба қорымдарына соғып, оларға да дұға оқуды ұмытпа. Білме, жолдағы қорымдарға да дұға оқып, бет сипауды есіңнен шығара көрме. Көп адам жиналған жерге сәлемдеспей өтпе. Ауру адамның көңілін сұрауды ұмытпа. Бірақ кешке, түнде көңілін сұрауға болмайды. Ауру адамға қайғылы хабар айтпа. Лауазымды үлкенге жалпаңдама. Лауазымды кішіге кекірейме. Әр істе әділ бол. Әділ болсаң, әлді боласың. Абай өлеңдерін жатта. Абай өлеңі білім, ғылым, үлгі, өнеге, тәлім, тәрбие, адамдықтың кілті. Өзіңді кім сыйласа, оны сен де сыйла. Құрмет көрсет. Қаруың, білімің мен тілің, сүйенішің, тірегің, ақылың болсын. Ерлі-зайыптылар бір-біріне жала жабуға және өте ауыр сөз айтуына болмайды. Балаларының алдында ата-аналар өзін әділ, әдепті ұстауға тиіс. Ұрлық, күш жұмсау, біреудің мүлкін, үйін өртеу, зорлық өте ауыр күнә.